Енді бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Қимылдау керек, қозғалу керек, майлы тамақ жемеу керек деген бәріңді білетін шығарсыңдар. Нафиді горилла бірдеңедегілер ішпеңдер, ойбай ішпеңдер десе бәрің ішесіңдер соны. Біздің жастарымыз да, үлкендеріміз де тамақ ішіп той болса өзін өмірде тоқ санап, өзін бір бақытты санап сезінеді. Жоқ, өмір ондай емес, айналайын жандарым, алтындарым, асылдарым. Өмірдің бәрі басқаша. Жейтін нәрсені жеу керек, мына заман жемейтін нәрсені жемеу керек. Бірінші байлық денсаулық. Үйленгендерің бар, үйленбегендерің бар. Ертең ұрпақ таратасыңдар. Біздің қазақ халқына мықты мынандай ұрпақ керек. Ал енді дези энергетический напиток горилланы ішіп алып, ертең қандай ұрпақ таратасыңдар сендер? Қазіргі денсаулықтарың мықты болып тұруы мүмкін. Бірақ ертең туылған балдарың мүкіс болып қалса не істейсің? Осыны әсіресе қайта айта бергім келеді. Әзіл болса да, қалжың болса да арасында бір шындық болу керек қой. Өзің еге бол, көршіңді ұры тұтпа дейді қазақта. Өздерің бет алды тамақты іше бермеңдер. 40-қа дейін денсаулығыңды күтсең дейді, 40-тан кейін денсаулығың сені күтеді дейді. Өмірдің ең қызығы жастық шақ па? Жастық шақ, күліп ойнап, әзілдесіп, қалжыңдасып, бір серуендеп, серпіліп жүретін жастық шақ дейді. Бірақ жоқ, өмірдің ең қызығы, менімше өмірдің ең қызығы жастық шақ емес, өмірдің ең қызығы қарттық шақ. Немерең болады, сол кезде соларды құшақтап, оған да мықты денсаулық керек. Немерең келген кезде қоя тұр айналайын, мен ауырып жатырмын деп жатсаң, ол да жаман.